Саламатсыздар, қайырлы күн достар. Енді завод іздеуді алдыңғы видеода айтылды. Осы видеода заводтың сайттарымен таныс болдық. Яғни біз өзіміздің саладағы сенімді заводты таптық. Және де соның ішіндегі сапалы тауар, өзімізге маржа келетін тауарларды таптық. Енді осы заводпен контакттарым болсын, ақпараттарын қай жылы құрылғандығын көруіміз керек. Өйткені біз тек қана бір штук, екі штук қана заказ бермейміз. Алла қаласа болашақта үлкен магазин ашып, үлкен интернет магазин ашылған кезде үлкен сомада заказ беріледі. Ол кезде барлық ақпараттарымыз біліміміз керек. Сонда ғана біз опық жемейміз, қателік кетпейді. Практика жүзіне кеттік. Антақ сумкадан тағы ала берейік. Мысалға, осы заводтың, яғни осы заводтың сайты аударайын. Просто бұл жерде біраз дизайнның жағынан сәл дұрыс болмай тұр. Бірінші біздің қарайтынымыз осы сайттың жалпы ақпараты міне жоғары жағында тұрады. Нұсқаулар, оның бүкілдей ақпараттар. Байланыс телефон нөмірі тұр, міне жерге шығарып жазып қойған сайттың бірінші бетіне. Бұл жерде яғни бұл телефон нөмір WeChat нөмірі деуге болады. Біз WeChat нөмірімен тікелей Қытаймен хабарласуымызға болады WeChat арқылы. WeChat'та түсіріп арнайы видеолар жасалады, оны да сабақтың барысында, және де WeChat қалай пайдалану керек, осы контакттармен қалай байланыс жасау керек, оны бәрі видео түрінде жасалатын болады. Қалай қосу керек? Әркім өздеріңіз бір WeChat тіркеліп алыңыздар, өйткені осы байланыс жасағанда керек болады. Заводтың бірінші біз үшін ең маңызды қара жазумен тұрған тауарлар жеткізу деп тұр екен. Негізінен біраз сәл қате аударып отыр Google переводчик. Заводта барлық тауарлар, яғни заводтағы барлық тауарды көруге болады. Үшінші басамыз, жоғарыға ең біріншісін басатын болсақ, заводта, яғни осы заводтың ішінде сатылымда болып жатқан тауарлардың бәрін бізге іріктеп шығарып береді. Оң жоғары жағына қарасаңыздар, осы заводқа байланысты 128 тауар бар. Яғни осы интернет магазин заводтың сайтында 128 түрлі тауар бар. Бұл тұрақты. Постоянно осы тауарлармен айналысады, осы тауармен. Жылда осы тауармен айналысады, келер жылда осы тауарлармен айналысады. Әрине жаңадан тауар кіргізу мүмкін түрлерін. Бірақ та жалпы осы негізде тауарлар сатылымда болады. Сондықтан заводтарды іріктеп алғаннан кейін жоғалтпаймыз, сақтап қоямыз. Яғни міне осы тауарларды, бірінші тауарларын көріп отырасыздар. Бірінші бет біткеннен кейін екінші бетін көре аласыздар. Осы сияқты аттап көре бересіздер міне. Қарап алсаңыздар. Осы сияқты ешқандай қиындық жоқ. Қарап алсаңыздар, бағасы өте лайықты. Бағасы 85 юань. Ал бұл жерде Қазақстанда бағасымен салыстырғанда 3 есе арзан. Мынандай сумкалар қарап алсаңыздар, міне 3000 теңгелік, 4000 теңге деп отыр. Келуіне 1000 теңге қосылатын болса, 1000 теңге, 2000 теңге қоса ары кетсе 5-6 мың болады. Енді бұл жерде де іріктеуге болады. Қарасаңыздар, міне әртүрлі сумканың іріктеп өзі сайт іріктеп жасап қойады. Соған байланысты өздеріңіз талдасаңыздар болады. Енді бұның саны өте шектеулі аз болғандықтан өздеріңіз бірден қарап талғам жасасаңыздар болды. Қарап алсаңыздар, бұл басқа, яғни Еуропа, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Орта Азия,
Америкаларға қарай сатылады. Ең жалпы мақсаты мына Amazon, Lazada, Wish, eBay сияқты басқа шетелдерге арналып жасалған, яғни зауыт. Бұның мақсаты Қытайдың ішкі нарығына емес, сыртқы басқа шетелге сату мақсатында жасалған сайт және де тауарлар. Сондықтан ішіндегі характерикасы болсын, сырт жағындағы әріпте ешқандай Қытай әрібін көрмейсіз. Бұл жерде яғни өзі шетелдің тауарлары екенде сатылымға өте пайдалы және де сенімді болады. Яғни біз енді екінші қарайтынымыз осы бұл зауыттың контактын қалай алуымызға мүмкін. Көптеген зауыттар енді мынадай төбесіне сайттың бетіне шығармауы мүмкін. Көбінесе осы байланыс ақпараты деген жерден табасыздар. Байланыс ақпараты. Байланыс ақпаратында бізге көбінесе қарап отырсаңыздар, міне осы зауыттың атауларын, кім құрғандығын енді Алибабамен сөйлесуге де болады. Енді кейін Алла қаласа сіздер аккаунт алып алсаңыздар, яғни Ресейдің қазіргі таңда біздің Қазақстанда, яғни Ресейдің карточкасы істеп ұстайды, сонымен қолданамыз. Ал басқа Қырғызстанның, басқа Өзбекстанның карточкасымен тіркелуге болады, аккаунт жасауға. Бірақ енді есеміз келмейді қазір Қазақстанға келген кезде. Бірінші ұялы телефон, яғни мына 135-66 осыны WeChat нөмірі, WeChatқа қосып аласыздар. Мекен жайы да анықталып тұр, міне. Мекен жайы мына Зерекем, яғни міне. Осы адресте екен, ешқандай қиындық жоқ. Сондықтан алдап кетпейді, бұл адресі бар. Тағы да айтамын, мынау WeChat нөмірі. Өздеріңіз WeChat-ты қосуды, осыны копирайт етесіздер де қосасыздар. Оны қалай қосу керектігін мен видео жасалған, сіздерге жіберіледі оның бәрі. Теңізге жақын жерде тұрген, қарап отырсаңыздар, міне. Батыс теңізіне міне жақын екен, бұл жерде, мына жерде болған. Сондықтан қай жерде тұрғанын белгілі. Бұл екінші маңызды ақпараты, яғни бұл осы зауыттың сайтының екінші ақпараты. Енді, яғни бұл зауыттың документтерін көрейік. Документтер қай жерде тіркелген, қандай сертификат. Қарасаңыздар, 9 жылдық сенімдік жылы бар екен. Өте сенімді зауыт, байланыс нөмірлері, сертификат берілген. 2012 жылы құрылған екен, және де яғни сертификат берілген. Сондықтан сенімді, ешқандай алдап кетпейді. Және де өндіріс салалары, және де мынандай ТО-ның ақпараттары бар. Сондықтан ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Жалпы ақпараты осындай. Осы зауыттың, яғни осы сайттың басты беттері, яғни бізге ең маңызды 3 жерін таныстырдым. Жалпы осы зауыттың тауарлары, контакттары және документтері. Өте маңызды 3 жерін қарайсыздар. Басқа көп жерін қараудың қажеті жоқ. Басқа жерін пока қазір бізге ешқандай маңыздылығы шамалы. Осы 3 жеріне қарасаңыздар болды, басқа жеріне қарайтын ештеңе жоқ. Тауардың осындай сайтта ақпараты осынша жақсы. Осы видеомыз таман, осымен сау саламат болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Әрбір видеоны мұқият қарауыңызды талап етемін, өйткені әрбір видео өте маңызды. Қайта қараңыздар.